Танысып қойыңыздар, бұл Боб, және ол демалыстан оралды. Боб көп саяхаттады, иә Боб? Сенімен не болып жатыр, Боб? Сен аяғымен әлеңдірсің, иә, және жаман көрініп тұрсың, Боб. Қанекей көдек не қосылғанын. Тік тұр, қозғалма. Оу, Боб, сенде паразиттер көп екен, және сен жарық болып тұрсың. Солай болсын, біз сені таң қалдырамыз. Эксперименттер үшін сен мықты және де сау болуың керексің. Сабыр сақта, Боб, сенің жаның денеңді қалдырған жоқ. Ол тек ақыл-ой проекциясы. Сен ойламадың ғой, мен сенің паразиттеріңмен өзім күресетінімді. Бластерді ал, біз операцияны бастаймыз. Бастамасында тамақ қорытатын жүйеге барамыз. Бластерді дайын ұста, Боб. Осы жақын жерде аскариттер бар. Осы паразитті құрттар 10-нан 30 сантиметрге дейін ұзындықта. Олар ас қорыту жүйесінде өмір сүреді. Сонымен қатар алып жүрушінің иммундық жүйесін баса алады. Міне ғой олар, ат оларды. Тамаша. Енді терішіне жақын көтерілу керек. Сол жақта бізді өте қауіпті паразиттер күтіп отыр. Бүкіліне қарағанда Боб тазартылмаған су ішкен. Бұл драгонкулез, және паразиттің ересек аюл түрі сенің кетіңнің астынан орын тапқан. Мен айтқандағыдай осы паразитті жұқтыруға тазартылмаған су ішсе болады. Ішік арқылы паразиттің балалары лимфотикалық сосудқа кіреді. Сол жақта көбейеді. Содан кейін теріге кіреді. Және ұзындығы 80 сантиметрге барады. Осы паразитті денеден баяу алып тастауға болады. Және абайлап шыбыққа оратып, құрт жыртылып қалмас үшін. Қуанышқа орай Боб қаруланған және өте ашулы. Осылай оны Боб аз қалды. Бұл шамалы қызығырақ болды, бірақ біреу қалды. Бұл эхинокок личинкасы. Іс жүзінде бұл личинка сенің денеңде жүр екен. Ол үшін сен аралық өтусің. Оның соңғы қожайын тасымалдаушылары бұл кәдімгі қасқырлар, иттер және кейде мысықтар. Эхинокок личинкасын бағаламауға тұрмайды. Ол өте қауіпті. Қазір ол сенің қан айналым жүйеңде жүр. Ол бір жерде отыратын болса, ол үлкен құрты бар көпіршікке айналады. Сенің органыңды қатты зақымдауы мүмкін. Деміңді ұста, Боб. Қазір сенің қасында жүзіп өтетін болады. Сен керемет мергенсің, Боб. Сенің арқаңда операция керемет аяқталды. Келесіде ешқашан кір су ішпе, дұрыстап дайындалмаған ет жеме, және қолыңды сабындап жу, жақсы ма? Наркоздан кейін екеуміз кездесеміз.